Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын қаймақ қосылған печенье рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт сізге ұнайтыны сөзсіз, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды саламыз. Қантымызды қосамыз. Қантымыз толықтай ерігенше жақсылап араластырамыз. Қаймағымызды қосамыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Разрыхитель қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қолға жауыспайтын жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей шар-тәріздес формаға келтіреміз. Мен шамамен қамырды 40 граммнан бөліп алдым барлығын. Печеньеларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 15-20 минуттай қызырғанша пісіретін боламыз. Піскеннен соң печеньеларымыздың бетіне қалауыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Қамыры жұмсақ болып, іші барлығы толықтай пісіп, сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайындаған кезде ингредиенттерді 2 еселеп салыңыздар, себебі өте тез желініп қалады. Ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.